Сәлем, және менің арнама видеома қош келдіңіздер. Өздеріңізде тақырыбынан көріп тұрғандай, бүгінгі видеоның аты менің Oppo телефоным жайлы болады. Мен жаңа Oppo телефон сатып алдым. Ал ендеше видеомызды бастайық. Және алдыңғы жолы мен тіркелушілерім менің күнімді басқарады деген видео түсіремін деп айтқан болатынмын, бірақ та ол видео ауысты. Әрине сіздердің қалауларыңыз бойынша Instagram парақшамда сіздер өздеріңіз айттыңыздар. Сол үшін мен осы видеоны түсіріп отырмын. Көп сөзбай видеомызды бастайық. Жалпы айтқанда, мен телефоным Oppo A72 телефоны 128 гигабайт. Әрине мен оны аштым. Және оның ішінде өзінің чехолы болған, яғни бізге берілді, бірақ та оны мен ашып қойдым. Өте үлкендеу. Және осылай тұрды. Осының ішінде өзінің чехолы және инструкциясы, яғни өзінің документтері соның ішінде тұрды. Жалпы айтқанда, ішінде барлық телефонда болатын заттар тұрды. Өзінің қағаздары, чек, заттар тұрды. Және ішінде чехол тұрған болатын. Чехолын әрине мен аштым. Және осының ішінде телефон тұрды. Оны әрине мен ашып қойдым. Және қазір телефонды көрсететін боламын. Және оның ішінде осының ішінде чехол тұрды. Және зарядкасы өте үлкендеу. Алдыңғы зарядкаға қарағанда өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар. Жалпы айтқанда, мен осы телефон алғым келген болатын. Және мен зарядкасын ашып тастадым. Әрине ол оралып тұрған болатын. Осыған оралып тұрды. Кішкентай негамен оны ашып тастадым. Кешірім сұраймын. Қазіргі таңда және осындай наушник айфондікіне ұқсайды, айфонның телефонында ұқсайды, бірақ та мен оны ашып қолданып көрген жоқпын. Қолданып көрген кезде міндетті түрде сіздерге айтатын боламын. Жалпы айтқанда телефоным осындай, сіздерге барлығын көрсеттім. Плюс оның өзінде бонусы беріледі. Сол бонусқа өзің қалаған затыңды тегін ала аласың деген бонусы, чехолы тегін беріледі екен. Бонусты жақында сіздерге барған кезде көрсететін боламын. Келесі блогты көріңіздер. Мен негізі барғанды түсірген болатынмын, бірақ та өкінішке орай ол өшіп қалды. Жалпы айтқанда мен ақ көкшіл цветін алдым. Қазір көрсетем. Ең бастысы ол сіздер күтіп отқан осы шығар. 5 камера. Өте әдемі, көк түсті, үлкендеу. Сіздерге көрініп тұрған шығар деген ойдамын. Осындай экран, мына жақта ортасында тағы да өзінің камерасы бар, алдыңғы камера әрине. Бірақ әлі мен енді достар камерамен жақсы сіздерге күшті видео түсіретін боламын. Күтіңіздер. Осылай қосады обойы. Жалпы айтқанда, мен телефонымда не бар деген видеоны күтіңіздер, мүмкін сол кезде ішінде не бар екен толықтай көрсететін боламын. Егер ұнаса, лайк басып менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жалпы айтқанда, дәл осындай ішінде өзінің инструкциясы бар. Мына жақта өзінің әртүрлі заттары бар. Менің телефоныма ұқсамайды вообще. Мына жақта Oppo Relax деген бар екен, бір приложение, бірақ та мен оны өзім енді кіріп көрейін деп кеше кіріп көрсем, ол өте керемет не екен. Oppo Relax, ол жақта музыка ойнайды екен. Қазір қашып көрсетем. Oppo Relax, сосын осы жақта музыка ойнайды. Қазіргі таңда мен музыкасын өшіріп тастадым. Сіз анамен былай сурет салып, тынығып жатсаңыз болады. Жалпы айтқанда, толықтай мен телефонымда не бар деген видеода түсіретін боламын. Және мен новый Instagram парақшасын, оны әзірше сіздерге айтпаймын. Біраз уақыттан кейін сіздерге бөлісетін боламын, күтіңіздер. Жалпы айтқанда телефоным осындай. Барлығы маған қатты ұнады, сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.